Senin jındı inin. Ağa men ağa. Інім қалайсың жағдайың қалай? Не қылды? Қысынған құм, қыстың ғой. Ойбай әші жарықсың ғой Ойнап жатыр ғой бар. Құмды ауыртты ғой анау. Ойнады ғой шын. ойнап айтсana неге? Құм наққысыз үйіне кет нақы. Енді аузың от. Не тоқтама ашып ойнап жатырмын ғой сен. Басын таспен жарам. айтсana неге? айтсana қойсай ойнап жатырмын ғой сен. Ұстасаныңды. Бекер қыстың ғой. Кеше ғана жазылған. ойнады ғой кешір қойшы. Мені қолда түскен заттың кешір қойшы. Жарайсың. Болды қой. Кешірші айналайын. Кешір қой анам айналайын. Әдес қатысқан жоқпын жай істедім ғой. Папам пистолетті алып шығып. Болды. Қой деме. Азат қазанда. Чоң жеңиште тез төлөмдөр, жогорку коэффициенттер, бир гана адил экспертте промокод менен кирип бонустарга ээ болуңуздар. Үйдегілер тойдан қайтқанда. Шай қойшы қатыне, шай ішіп аса олып кетті. Тойда шай ішемадым. Тойда нап жаңа жалмаң етіп жүр. Бай жоқ қатын құсап. Ортаға шығып билеп, анау кім дейді, танымайын дедім, білмейін деді. Сөйтінде бір екеу айтып қалды, ой сіздің қатыңыз ғой, ой жоқ деп, темешеге кетіп қалдым. Жалғанмай, құрай. Мына жетпегірлер жүр, бала шағаң бір жетім қозы құсап әріп столдың басында. Алып отпайсың ба алдыңа? Апармайын мен деген тойда, бармайсың. Жаңғанымай бір тойда. Жаңа тойдан нап костюм шалбарын шешіп береді. Үтіктемегесің ғой, үтіктемегесің. Костюм шалбар шешпей жүрдім, өртеніп. Нәскейді айтсай, тамада ойынға шығарған кезде аяқ киім шешіп бердім, ерегісі болмай. Жаңа тойда қалай тілек айттың? Ей, сол. Ұялғанмай, жерге кірердей болдым. Үйдің қожайын сөйлесін десе, нағып бір микрофонға жабысып өліп барады, сорлы. Қожайын мен ғой, ай болмау, ей, мен айтып отыр ғой. Тауып берші, футбол, тауып берші. Ақыл айта беретін роднойың. Радан, мына ішін қаратып үтіктесей, просто тағы бір бәле болса тұрып қалып бердің. Қойш. Просто өзің білесің айтыр, просто айтып отырғаным ғой. Братан, бір жүзік темекі жоқ па? Не қыласың, жекпей қойса қоймай қаласың ертең темекін. Жүріп қоймыз қоймай тастаймай. Объем қанша сонда? Брат, 6-да 6 ғой. 6-да 6? Ана айда үшін бір запрактың болу керек қой білесің. Бекер алғансың ананы. 2-де 3-тер түреді ғой осындайдың. Қазір бара берейік, кәкелеме. Ассалаумағалейкум. братан. Жақсылар. Келін бала ма? Братан. Қанша жыл болып жүріп жатқандарың? 5 жыл болды ғой. 5 жыл? Жүрме үйленсін де шетірек. 17 жасымда үйленген ғой. Балам өзіммен жасты жүр ғой. Үйлендіре жүре бермей. Болды братан ай. Қыз әдемі екен де? 1 миллион теңгем бар, бизнес ашсам ба дедім, братан. Не аласың бизнес ашып? 1 миллион одан да бизнесі бар, қатын алып болса? Өзім. Қатын істеп отыр, базар дастархан сатады. Дастархан. Қолтығында наны бар қатын алса бірден. 1 миллион бизнес. Мынандай бизнес бар. Біз сендер көрсетіп жібереміз. И сендер өздеріңнің кейінгілер көрсетесіңдер. Сөйтіп кете береді ғой, короче. Олар жазып жібереді ғой. Жеппей бизнес қойрамайтындар бар ғой. Қалай жұмыс істейсің ба одан кейін? Бір ретте тірлікке барамыз ғой, ары бері ерегіс болып кетеді. Біреуге айтады ғой маған, құның бір пышақ маяқтан кетіп қалды дейді ғой. Мал бауыздаған кезде көзін жұмып тұратын бала. Сөйтіп Пышақтап алды ғой сөйтіп. жайшама. Қасапшы екен ғой, мал бауыздап жүрген онысы. Братан, не болды? Тыныш қой, братан. Жай. Кімнен қашып келесің? Ой, сол қашпаймын мен. Жайшамен? Спортқа ашын жүгіріп тастаймын. Арамыздасың, братан, айта берсең. 2-3 бала келіп тұрса, жоқ деші мен таппадым. Жайша? Магазинге барасың, сушняк темекі аласың ғой, сдачадан өзіңе бірдеңе аласың. Ақша жоқ. Ақша жоқ. Онда менен ударап тұрсың ғой, біраз. Алайын да соны қолымнан кесе көрсең. Ақша жоқ па сенде? Жоқ менде. Жазып жібересің де сен просто. Жазбаймын. Жел. Магазин жазып береді. Бақошқа десің ше? Бірге барып келді онда. Давай. Машина алдым ғой бәлші. Братан, лада машина алмайды. Сен ладаны керісінше оқып көрші. Адал. От көрдің ба? Бұмен адал ақша табасың. Демекшісің басқа ма? Осақ па? Болды ма? Не керек бұдан басқасан? Ұра берсейсің. Жайша ма? Жазып жібергенге дәлел керек қой қазір маған. Видео түсіріп тұрған. Түсіре бер бірінші. Полиция ағылдар мынау үшін ұрып отқан. Не мынау? Бочка көрмей тұрсың. Көріп тұрмын, мынау не? Бочка өткенде жарылқан ғой, су құйып жатқан соң скотч тағып қойған ғой. Миыңды скотчтау керек сен. Айуан сен. Сана. Құр бар ешек бас, новый нап келіп.
бұл не мынау? Өткенде күрек сынып қалды, сосын ана мықты скотчпен скотч тақып қойғанмын. Топас, ешек айуан. Ана ажар есіктің алдында жылап отыр. Не үшін жылап отыр анау? Кеше ажартта сындырып алдым ғой, скотчтауға келмегеннен кейін жүріп алдым. Ешек бас. Жағың сыныпты сіздің, жағың скотчтауға келе ма сенің? Ол келмейді ау. Ешек айуан. Айуан ешек. Мен сен папаға айтып берем, ішкеннің бәрін, үйге қыз алып келгеннің бәрін. Не айтасың енді, папа? Не айтасың енді? Түсінеді папа соны айтсын. Ақтас! Ба! Ақтас! Болды. Мынау әжелер тіккен осындай керемет аяқ киімдер бар қаласаңыз. Ей, экран сындырасың ғой. Көшеде кетіп бара жатқан кезде сен үш бала ұрып кетсе жақсы ма мысалы? Жақсы. Жақсы, олыңыз онда. Жақсы ол. Келіп тұрыңыз. Осындамыз. Ағай, көлеңкеңіз ұмытып барасыз. Ұят болды,